Жасөспірімдер арасында еркін күрестен жақсылық үшкен бүрікті еске алуға арналған турнир. Бұл турнирға біздің әр өңірден келіп отыр. 500-ден аса спортшы қатысып отыр. Өздеріңіз білесіздер, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы өзінің жолдауында айтқандай, жасөспірімдермен және бұқаралық спортқа өте мән беруіміз керек, және біздің елордамыздың әкімшілігі бұған да үлкен мән беріп отыр. Мен Қазақстанның 3 дүркін чемпионы, біздікі жекпе-жек ұлттық спорты. Біз және де тағы да бокстан и еркін күрестен шығамыз. Но я хорошо тренировался, долго готовился и очень сильно волновался. И думал, что не смогу, и смог.